Маңғыстау облысы бойынша экология департамент мамандары әлеуметтік желісінде тараған ақпарат, ластанған суды төгу ақпараты бойынша осы аумаққа келіп шолу жұмыстарын жүргізді. Шолу жұмыстарын жүргізу барысында МАЭК серіктестігінің осы ТЭЦ-1 каналында атқарылып жатқан жұмыстарын көрді. Бұл атқару жұмыстары земснарядпен судың тереңдігін тазалау барысында төгіліп жатырған судан зертханалық аналитикалық бақылау бөлімі мамандар тарапынан сынама алынды. Сынама қорытындысы жарияланатын болады. Одан әрі қазіргі таңда енді біздің шолу жұмыстарының қорытындысы бойынша бұл деген ТЭЦ-1 жұмыстарына керекті су деңгейін орнату бойынша осы Каспий теңізінің тартылуына байланысты жасалынып жатқан, атқарылып жатқан жұмыс болып табылады. Бұл ТЭЦ-1 каналы ол қалаға су, жылу және электроэнергияның қамтамасыз етіп отырған канал. МАЭК серіктестігінің тарапынан бұл жұмыстарға рұқсат қағаздары бар, құжаттары, және де төтенше жағдай, судың теңіздің тартылуына байланысты төтенше жағдай жариялануына байланысты бұлардың өз тарапынан атқару жұмыстары дұрыс болып есептеледі. Жоқ, заң бұзушылық жоқ.